Бүгін карамельді пирог дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Алдын ала илегіштен өткізген ұнымызға қантымызды, қопсытқышымызды, какаоамызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Жақсылап араластырып алып, бір жұмыртқа салып, үй температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алып, 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. 15 минут тұрған қамырымызды алып, екіге бөліп, бір бөлігін кішіректеу, бір бөлігін үлкен қылып алып, кіші бөлігін қоямыз. Үлкен бөлігін пергамент қағазының үстіне жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды формамызға орналастырамыз. Видеодағындай көрсетілгендей қылып орналастырыңыздар. Менің формамның диаметрі 26. Орналастырып алып, жан-жағына бортик жасап шығамыз. Қамырымызға бортигін жасағаннан кейін вареный сгущенкамызды салып, тегістеп аламыз. Вареный сгущенкамыз негізі қою болғаны дұрыс. Мен сұйықтау вареный сгущенка алып жеттім. Ал сіздер сапалы қою вареный сгущенканы қолданыңыздар. Екінші қамырымызға ұн сеуіп, жұқалап жайып аламыз. Жұқалап жайып алған қамырымызды пирогымыздың бетіне орналастырамыз. Орналастырып, жан-жағын бір-біріне бекітіп, бір-біріне жабыстырып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минутта пісіріп аламыз. Карамельді пирогымыз өте дәмді болып шықты. Видеоны сау лайк басып, жаңадан тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет.